Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Нурик. Бүгін бізде 2001 жылы шыққан «Мумия возвращается» киносына шолу жасайтын боламыз. Видео басталмас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып қолдап жіберсеңіздер. 1000 жылдан кейін көне мумия оянып, жер бетіндегі адамзаттың 99%-ын жойып жіберетін алапат күшті босатады. Біздің заманымызға дейін 3067 жылы бүкіл әлемді бағындыру мақсатымен қанды жорық бастаған мейірімсіз жауынгер Скорпион патшасы өз әскерін бастап шайқасқа аттанады. Бірақ 7 жылдан кейін оның әскері Фиваның қабырғасында ауыр жеңіліске ұшырап, Амшараның қасиетті құмына шегінеді. Күйдіргі күн астында жауынгерлері біртіндеп қырыла бастайды. Тек патшаның өзі ғана аман қалады. Ажал аузында тұрған ол Анубиске өлім құдайына жалынады, егер ол жауларын жоюға көмектессе, жанын соған бере. Бұл келісімді бекіту үшін құмнан шыққан бір шаянды жұтып қояды. Анубис бұл құрбандықты қабылдап, оған күш-қуат қайтарады, әрі шөлді гүлденген оазиске айналдырады. Сосын оны жартылай адам, жартылай шакалдан құралған әскери армиясының қолбасшысы етіп тағайындайды. Қорқынышты әскермен Скорпион патшасы кек алып, Фиваны талқандайды. Бірақ содан кейін Анубис оның жанын өзіне алып, әскермен бірге уақыттың құмына қайта көмеді. Олар қайта оянатын сәтті күтеді. 1933 жылы Рик пен Эвелин, ұлдары Алекс екеуі ежелгі Мысыр ғибадатханасын зерттейді. Алекс кіреберісте қалады, ал ерлі зайыптылар ішке тереңде енеді. Сол жерде олар шаяндарға толы құпия бөлмені табады. Эвелин бөлмеде жүргенде, бұрын бұл жерге келгендей таныс сезімге бөленеді. Әйтпесе, ол қайда бару керек екенін қайдан білсін. Сол сәтте Алекс ғибадатханаға бөгде адамдардың кіріп жатқанын байқайды. Жасырынып, оларды бақылай бастайды. Бұл қарулы адамдар белгілі бір білезікті іздеп жүрген еді. Ал Рик пен Эвелин ғибадатхананың ішкі бөлмелеріне кіре береді. Бір кезде Эвелин айналасының өзгеріп кеткенін көреді. Бәрі мыңдаған жыл бұрынғы күйге енгендей. Бірақ Рик оған жақындағанда көрініс ғайып болады. Құлыпталған есікке келгенде Эвелин еш қиындықсыз ашады. Ол көруінде кодты көріп қойған. Ішінен олар Скорпион патшасының таңбасын және әлгі адамдар іздеп жүрген білезікті табады. Бірақ Эвелин оны алған сәтте хаос басталады. Қабырғалар шайқалып, төбеден құм төгіледі, су толқын болып қабырғаны бұзып, оларды ағызып әкетеді. Алекс бөгде адамдардан құтылу үшін тас атып қорғанады, бірақ олар оны байқап қояды. Баланың кішкентай екенін көріп, оны өлтіруге шешім қабылдайды. Сол сәтте белгісіз бір дыбыс оларды алаңдатып, ғибадатхана құлап жатқанын түсініп қашып кетеді. Алекс жалғыз қалады. Жасырынған баспалдақ құлап, тіректерді қиратады. Бұл Рик пен Эвелинге су толған тұзақтан қашуға мүмкіндік береді. Осы уақытта өлілер қаласы Хамунаптрада Имхотепке табынушылар қазба жұмыстарын жүргізіп жатқан еді. Үшеуі ғибадатханадағы миссиядан сәтсіз оралған. Кенет жер дірілдеп, жер астынан шаяндардың үйері шығып, айналадағылардың бәрін өлтіріп тастайды. Табынушылар от жағып оларды тоқтатып, Имхотептің мумиясын қазып алады. Олар оны қайта тірілту үшін іздеген еді. Бірақ білезікті таба алмағандарын естігенде, оның бір отбасы тарапынан Лондонға алып кеткенін біледі. Эвелин Рикке шөлдің бір жерінде жасырынған жасыл оазис туралы айтып береді. Аңыз бойынша бұл Скорпион патшасы басқарған Анубис әскері жатқан орын. Олар сол жерден білезікті тапты. Ата-анасы басқа шаруамен айналысып жатқанда, Алекс сандықты ашып, білезікке қарап көреді. Қызығушылықпен білезікті киіп көреді. Ол бірден тартып, білегіне бекіп қалады. Сол сәтте оның санасын Амушардың аңызға айналған оазисі үстінен шып бара жатқан көріністер басып кетеді. Қорыққан ол білезікті шешпек болады, бірақ еш амал таба алмайды. Ол білезікті жеңімен жауып қояды. Сол сәтте Эвелин шкафта ілулі тұрған іш киімді байқайды. Джонатан тағы да үйге біреуді ертіп келген тәрізді. Рик бұл туралы онымен сөйлесуді ұйғарады. Осы кезде Джонатан әдемі сары қызбен бірге отырғанда, кенеттен бейтаныс қызыл киімді адамдар кіріп келіп, оны бір бөлмеге сүйреп апарып, өлтіреміз деп қорқытады. Олар Имхотеп табынушылары білезікті іздеп жүр. Джонатан ештеңе білмейтінін айтқанымен, олар сенбейді. Ол сейфтің кодын айтып, қалағанын алуға кеңес береді. Сол сәтте бөлмеге Рик кіреді. Жағдайды көріп, ұрыс болатынын түсінеді. Эвелин мен Алекс тұрған дәлізге тағы бір бейтаныс адам сарбаздармен бірге келеді. Ол сандықты байқап қалып, оны беруді талап етеді. Эвелин ештеңеден тайынбай, оны қорғауға дайын тұрады. Кенеттен Меджай Ардат бей көмекке келіп, қылыштармен қатты шайқас басталады. Алекс бұрышқа тығылып, сандықты құшақтап, анасы мен Ардат бейдің шайқасын бақылап отырады. Жоғарыда Рик Джонатанды құтқаруға тырысып жүр. Сондықтан Эвелинге көмектесе алмайды. Табынушылар басым түсіп, Эвелин мен сандықты ұрып соғып, ұрлап алып кетеді. Рик соңдарынан қуады, бірақ олар мінген көлікке жете алмай,
әйелінің көз алдында алып кеткенін көріп қала. Ашуға булыққан Рикті Ардат сабырға шақырып, Эвелинді кімге алып бара жатқанын көрсететін суретті ұсынады. Алекс бірден танып қояды, ол Британ музейінің кураторы еді. Рик еш ойланбастан әйелін құтқаруға аттанады. Оған алтын асатаяқты тастамай ұстаған Джонатан, Ардат Бей мен Алекс қосылады. Жолда келе жатып, Ардат табынушылардың мумияның денесін қазып алғанын түсіндіреді. Ардат солардың арасындағы бір әйелге назар аударып жүрген. Ол адам секілді емес, терең білімге ие біреу еді. Ол білезікке апарады деп үміттеніп жүрген. Және солай болды. Бірақ енді бәрі бекер. Білезік қолдарынан кетіп қалды. Алекс шыдамай шындықты айтады. Білезік оның білегінде. Ардат қатты шошиды, өйткені білезік белсенді болып кеткен. Енді тек бір апта уақыты бар. Әйтпесе Скорпион патшасы қайта тіріліп, әлемді жаулап алады. Егер біреу Скорпион патшасын өлтірсе, не оның әскерін тозаққа қайтарады, не өзі әлемді басқара. Табынушылардың Имхотепті тірілткісі келетіні де, сондықтан ол ғана патшаны тоқтата алады. Британ музейіне жеткенде, Рик Джонатан мен Алексті көлікте қалдырып, Ардатпен бірге қаруланып ішке кіреді. Бұл уақытта музейдің ішінде табынушылар Имхотепті тірілту үшін жоралғы жасап жатыр еді. Қасиетті өлілер кітабын пайдаланып, Имхотепті мумия денесіне қайта тірілтеді. Онымен бірге музей ішіндегі басқа мумиялар да тіріліп кетеді. Тіріліп, тік тұрған Имхотеп қазір қай жыл екенін сұрайды. Жауап Скорпион жылы. Сол сәтте бөлмеге әйел кіреді. Ол өзін Ангсу-Намунның қайта туғаны деп таныстырады. Имхотеп оны көріп, сырт келбеті сүйіктісіне ұқсайтынын, бірақ жаны басқа екенін түсінеді. Ол көп ұзамай бұл өзгеретінін, сүйіктісінің жанын өлім әлемінен қайтарып әкелетінін уәде етеді. Осы сәтте екінші қабаттағы балконнан Рик пен Ардат бәрін бақылап тұр. Имхотеп сөйлесіп жатқанда, қызметшілері сандықты ашады. Бірақ ішінде білезік жоқ. Ангсу-Намун Эвелин жайлы оның өзі де білмейтін шындықты айтып, оның өмірін сүйіктісіне сыйлық ретінде ұсынады. Ол Имхотеп оның өліміне куә болғанда қуанатынына сенімді. Қызметшілер Эвелинді отқа лақтыруға дайындалып жатқанда, Рик кенеттен пайда болады. Ол әйелін құтқарып алып шығады. Балкондағы Ардат оларға көмектесіп атыс бастайды. Табынушылар жауап қайтарады. Қатты шайқас басталады. Атысты естіп, Алекс пен Джонатан көлікке жүгіреді. Бірақ абыр-сабырда Джонатан кілтті сындырып алады. Қиындықтарға қарамастан, олар музейден шығып үлгереді. Арттарына бір қарап үлгергенде, Имхотептің мумия жауынгерлерін тірілтіп, оларға өлтіріңдер деп бұйырып жатқанын көреді. Көшеге шыққанда, Меджай мен ерлі зайыптылар қос қабатты автобус тоқтағанын байқайды. Рөлде Джонатан. Ол мен Алекс басқа көлік табуға мәжбүр болған еді. Үшеуі автобусқа мініп, жылдам кетіп қалады. Бірақ бұлда оларды құтқара алмайды. Мумиялар өте жылдам. Арттарынан қуып жетеді. Рик екеуін атып түсіреді, бірақ қалған екеуі автобусқа жасырын кіріп кетеді. Төменгі қабатта бір мумия Эвелинді, оның ұлын және Ардатты өлтірмек болады. Ал екіншісі Рик пен автобус үстінде шайқасады. Джонатан қала көшелерімен бұлтармалап, оларға уақыт ұтып береді. Бұл жұмыс істейді. Мумия автобус ішінде домалап, Меджайдың шабуылынан алаңдайды. Әйел жауынгердің басына атып өлтіреді. Енді тек біреуі ғана қалады. Рик тар туннелге жақындап қалғанын байқап, жерге жата қалады. Сол сәтте мумия төбеге соғылып, шатырмен бірге ұшып кетеді. Олар көпірге шығып, тыныс алып үлгереді. Тірі қалғандарына сене алмай, қуанышпен демалады. Бірақ қуаныш ұзаққа созылмайды. Ата-анасы бір-бірімен алаң болып жатқанда, табынушылар Алексті ұрлап кетеді. Рик соңдарынан қуады, бірақ жете алмайды. Олар көпірді көтеріп, артынан жолды жабады. Имхотеп қаланы шолып, Амшурға бет алады. Оның мақсаты Скорпион патшасын өлтіріп, оның әскерін өзіне бағындыру. Қамқоршы оған біреу Осиристің асатаяғын алып жүргенін айтады. Бірақ Имхотеп тыңдағысы келмейді. Ол жасырын жасыл аңғарға жеткенде, бар күшін қалпына келтіріп, ешқандай жәдігерге мұқтаж болмайтынын айтады. Сосын Ангсу-Намунға қарап, оған өткен шақтағы елес көрсетеді. Екеуі құмарлықпен сүйседі. Ардат ата-анасына Алекс білезікті тағып жүргенше, ол аман болады дейді. Табынушылар оған зиян келтіре алмайды. Эвелин бұған қарап, Амшурға бару керек екенін, әрі бірінші жету керектігін түсінеді. Осы кезде Имхотеп пойызбен Мысырға, Амшурға бет алып бара жатыр. Купенің бірінде Алекс Ангсу-Намун мен қамқоршының қолындағы өлілер кітабын байқап қалады. Қыз баланың көзі түскенде, ол Алекске тыныш отыруды ескертеді. Әйтпесе төсегіне улы жыландар жіберетінін айтады. Бірақ Алекс мойымай, оларды ашуландыра береді. Қызметші оны сүйреп, Имхотепке алып барады. Сол уақытта Ангсу-Намун жаңа келген жалдамалылар тобын қарсы алады. Олар арнайы тапсырмамен келген, керек сандықты әкелген.
бірақ қосымша ақы талап етеді. Сандық үшін олар 2 күзетшіні өлтіргенін айтады. Анг Су Намун оларды алдамақ болып, тәтті сөздермен уәде береді. Алекс болса, қара киім жамылып, бетін жасырып алған Имхотептің алдына әкелінеді. Имхотеп балаға оның ерекше күшке ие екенін, әрі оны Амшурға апаратын таңдалған адам екенін айтады. Бірақ уақыт аз. Білезік білегіне тағылған сәттен бастап есеп басталған. Егер 7-ші күннің таңында пирамиданың ішіне кірмесе, білезік оның өмір күшін сорып алады. Тек 5 күн ғана қалған. Алекс қатты қорқып, бірақ әкем мені құтқарады, керек болса сені де өлтіреді деп сенімді түрде жауап бере. Имхотеп жымияды да бетпердесін алып тастағанда, Алекс қорқыныштан шегініп кетеді. Жалдамалылар кубеге кіргесін. Анг Су Намун оларды алдап сыртынан құлыптап кетеді. Олар Имхотеппен бірге бөлмеде қамалып қалады. Қорыққан жалдамалылар оған шабуыл жасамақ болады, бірақ олардың бәрі сәтсіз аяқталады. Имхотеп олардың өмір энергиясын сорып алып, толық адам кейпіне еніп денесін қалпына келтіреді. Рик, Эвелин және Ардат ескі досы Иззиге барады. Олар ұшатын сиқырлы кілемге мұқтаж. Иззи олардың келгеннен шошып қалады, өйткені соңғы оқиғадан жаралы болғанын есіне алады. Тағы сондайға тап болғысы келмейді. Бірақ Рик алтын асатаяқты ұсынып, оны көндіреді. Көп ұзамай Ардат Меджай сарбаздармен келеді, Имхотеппен шайқасуға. Қажет болса Анубис әскерін тоқтатуға дайын. Иззи өз өнертабысын көрсетеді. Дирижабль. Бұл әуе кемесі жылдам әрі үнсіз ұшады, сондықтан жасырын жақындай алады. Олардың басқа амалы жоқ. Олар дереу жолға шығады. Шу барысында Эвелин ұлы үшін қатты алаңдайды. Рик оны жұбатуға тырысып, Алексті аман-есен үйге қайтарамын деп уәде береді. Осы кезде Алекс пойызда күзетшінің мазасын алып, көп сұрақ қойып, оны ашуландырады. Әжетханаға апаруды өтінеді. Қызметші сыртта күтеді. Алекс іште дәретхананы сәл жылжытқанда, астында өрмекшідей еңбектеуге болатындай тесік барын байқайды. Пойыз тоқтағанда ол қаша жөнеліп, Карнак ғибадатханасына қарай жүгіреді. Артынан оқ жауып жатса да, дін аман жетеді. Бірақ қуанышы ұзаққа бармайды. Имхотеп оны қайтадан ұстап алады. Ал дирижабльмен ұшып келе жатқан топта, Рик Ардаттан Имхотеп жайлы сұрайды. Ардат Имхотеп толық күшіне енсе, Скорпион патшасының өзі де оны тоқтата алмайды дейді. Имхотеп Анг Су Намунның жанын қайта тірілту үшін жоралғы жасауды бастайды. Сол сәтте Эвелин өз өткен өмірін еске түсіреді. Ол перғауын Сети айдың қызы, Нефертити ханшайым болғанын, әрі білезіктің күзетшісі екенін ұғады. Анг Су Намун болашақ перғауынның жұбайы болуға тиіс еді. Бірақ Нефертити оның Имхотепке ғашық екенін біліп қояды. Екеуі перғауынды өлтіріп, Нефертити оны құтқара алмай қалады. Бар кінәні өз мойнына алған Анг Су Намун өзіне қанжар салып, өз жанның орнына шынайы Анг Су Намун қайтып келе. Дирижабль үстінде тұрған Эвелин елес әсерінен теңселіп, құлап қала жаздайды. Рик оны дер кезінде ұстап, ішке қайта тартады. Эвелин тынышталған соң, көрген елесін айтып береді. Енді бәрі түсінікті, ол білезікті неге оңай тапты. Себебі өзі оның бұрынғы күзетшісі болған. Бұл дегеніміз, оны тоқтату керек деген сөз. Хотеп оның тағдыры, ал Рик оны қорғауға міндетті болады. Ритуалдан кейін сектанттар мен олардың жетекшісі жаяу жүре береді. Қауіпсіздік үшін олар баланы шынжырлап байлайды, қайта қашып кетпес үшін. Алекс қазір аса қауіпті емес екенін біліп, күзетшілердің шыдамдылығын сынай береді. Осы уақытта Эвелин мен басқалар Карнакқа жетеді. Сол жерде Эвелин ұлының ізін табады. Ол Исис ғибадатханасының құмнан жасалған моделін жасаған. Келесі жерде ол Абу Симбел ғибадатханасының құмнан көшірмесін құрған. Осы белгілер арқылы ересектер баланы табуға біртіндеп жақындай береді. Бір күні Алекс күзетшісі аспанда құс көріп қалады. Ол құстың артхатқа тиесілі екенін біледі. Локна Алексіз қалдырғанын байқап, Хотепке хабарлайды. Сол кезде Хотеп нілден алып толқын шақырып, дирижабльді құлатуға әрекет етеді. Олар каньон арқылы баяу ұшып бара жатып, арттарынан өскен дауысты естиді. Қорқып артқа қараса, оларға алып су қабырғасы беттеседі. Біраз уақыт Иззи толқыннан аулақ жүріп, ол Хотептің бейнесін қабылдаған. Бірақ шатқалға енгенде, сәті таусылады. Дирижабльдің қозғалтқышы істен шығып, су оларды құлатып тастайды. Хотеп Алекс ата-анасы мен достарын құтқарғанын ойлап, өз жолын жалғастыруға дайындалады. Орманға құлаған соң, Рик Иззиді дирижабльді жөндеуге қалдырады, ал өзі Эвелин, Джонатан және Артхатпен бірге Алекс іздеуге аттанады. Кетер алдында Джонатан скипетрді алып қояды. Иззи көрмесін деп, себебі ол бұл қасиетті заттан әлі қол үзе алмайды. Сектанттар орман арқылы пирамидаға қарай жүре береді. Жолда құрғап қалған адам мәйіттерін көреді. Әскерлер қорқады. Мұны кім істеген болуы мүмкін? Алекс отбасыда қимылсыз тұрмайды. Олар биіктен орманды мұқият бақылап, кез келген сәтте күресуге дайын тұрады. Қауіптің барлығын сезбей,
Хотеп алға ұмтылады. Пирамида көзге көрінеді. Кенет пигми мумиялары қызметшілерге шабуыл жасап, солдаттарды бірінен соң бірін құлата бастайды. Локна Алекс өлтіруге бел буады. Бірақ соңғы сәтте Рик ұлын құтқарады. Артхат Локнаға қарсы шығып, жеңіске жетеді. Қатыгез шайқас басталады. Ерлі зайыптылар сектанттар мен мумияларға қарсы күресуге мәжбүр болады. Барлық сектанттар жойылады, тек Хотеп, Аунг Сун Аммун және қорғаушы қалады. Ата-аналар ұлын құшақтап қуанады. Бірақ Алекс оларды пирамидаға кіруге шақырады. Егер күн шықпай кірмесе, өледі. Олар бұл сөзді толық түсіне алмай жатып, қайтадан жүгіріп кетеді. Пигми мумиялары олардың артынан қуып келеді. Қанға құмар. Ағаш көпірінен жүгіріп өтіп, Рик қуып келе жатқандарды тоқтату үшін көпірді жаруды шешеді. Бірақ бұл оңай емес. Аспан күннің алғашқы сәулелермен жарықтанып, уақытта таусылуға жақын. Рик ұлының қолын ұстап, пирамидаға қарай үмітпен жүгіріп барады. Уақытымен жетіп, браслет Алекс қолынан түседі. Риктің әйелі сәлден соң келеді. Ұлдарының тірі екенін көріп, көңілі орнына келеді. Бірақ артынан Аунг Сун Аммун мен Хотеп жақындап келеді. Аунг Сун Аммун Эвелинге асқазаннан өлімге әкелетін соққы береді. Рик таң қалып, әйелі жанында жатып, оны жоғалтпауды өтінеді. Бірақ Эвелин өте әлсіз, өлімге төтеп бере алмайды. Көзін жұмып, күйеуі қолында қайтыс болады. Сол уақытта Хотеп пен Аунг Сун Аммун пирамида есігін тауып, ішкі бөлмеге түседі. Дәл осы сәтте Хотепке тосын жағдай болады. Анубис оның күшін алып, оны қарапайым адам ретінде Скорпион Кингпен күресуге мәжбүрлейді. Қорғаушы Алекс тастаған браслетті киіп, пирамидада басқа бөлмеге барады. Онда Скорпион мүсінін тауып, қолындағы затты арнайы ұяға қояды. Сиқыр жағылады, ғибадатхана өзгереді де, бетіндегі Скорпион Кингтің армиясы анасының өлімімен бірге пайда болады. Джонатан немересін жұбатады. Бір кезде оның сөздері баланың ойына идея ұялатады. Өлілер кітабының көмегімен анасын тірілтуге болады деп ойлайды. Сол уақытта Рик қорғаушымен кездеседі. Күресуге дайын, бірақ ежелгі сиқыр оның қолын сүйекке дейін құлатады. Алекс, Джонатан және Эвелиннің рухы ғибадатханаға тереңдейді. Бір бөлмеде олар Аунг Сун Аммунды табады. Джонатан оны алаңдатып тұрғанда, Алекс өлілер кітабынан дұрыс сөздерді іздейді. Қорғаушымен күресіп болған соң, Рик Хотепті іздеуге шығады. Ол зұлымды тоқтатуға және әйелі үшін кек алуға дайын. Ол Хотепті негізгі залдан табады. Скорпион Кингті шайқасқа шақыру үшін гонгты соғады. Рик шабуылдап, олар арасында қатты күрес басталады. Сол уақытта Джонатан Аунг Сун Аммунмен шайқасып, Алекс үшін уақыт ұзартады. Ал Артхаттың армиясы Анубис күштермен соғысады. Аунг Сун Аммун ақыры Джонатанға жетеді. Ол өз аяқталуын сезеді, бірақ кенет Эвелин оның көмегіне келеді. Ол Аунг Сун Аммунға өзімен күресуді ұсынады да, ағасы мен ұлын Рикке көмектесуге шақырады. Кенеттен Скорпион Кинг Рик пен Хотептің алдында пайда болады. Жарты адам, жарты шаян, және олардың шайқасын тоқтатады. Өзін құтқару үшін Хотеп Рикке сатқындық жасап, оны жау деп көрсетіп, Скорпион Кингке қызмет ететінін көрсетеді. Бұл сатқындыққа дайынсыз қалған Рик аман қалу үшін барлық күшін салады. Эвелин Аунг Сун Аммунмен күрес бастайды. Барлығын есінде сақтайтынын және кешірмейтінін көрсетеді. Өзі әділ күресте жеңе алмайтынын сезген сатқын қашып, Скорпион Кингтен құтылуға тырысады. Рик қорғаушымен кездеседі. Ол шайқас дауылында жарақат алып, жарты адам жарты шаянның қолынан қирап қалады. Артхат пен Меже жауынгерлері жеңістерін тойлайды. Олар жаудың күштерін толық талқандады. Бірақ оларды ерте қуана бергені белгілі болады. Бұл тек алғы сарбаздар ғана екен. Негізгі жау әлі алда және қарсы тұру мүмкіндігі аз. Камералар арқылы жүргенде Рик қабырғадағы Скипетр суретін көреді. Ол кенет қаруға айналады. Джонатан мен Алекс сол сәтте оны көреді. Рик Скипетрді қалай қолдану керектігін түсіндіруге тырысады. Бірақ Скорпион Кингті көріп, олар қорқып айғайлайды. Дегенмен Рик жоспарын жеткізіп үлгереді, ал өзі Скорпион Кингпен күресіп, аман қалуға барын салады. Бала мен ағасы Скипетрді найзаға қалай айналдыруға болатынын табады. Олар оны патшаға лақтырады, бірақ Хотеп ұстап алады. Өз қолымен қайтарып лақтырады, бірақ Рик оны соңғы сәтте ұстап, найзаны мифтік жаратылысқа қадай. Ол жартастың үстінде үлулі қалады. Бетінде Артхат пен оның армиясы жаудың күштері жақындап келе жатқанын қорқынышпен бақылап тұрады. Олар өлімге дейін күресуге дайындалады, мүмкіндігінше көп жауды жояды. Қарсылас күштері жойылғанда, бәрі қара ұнтаққа айналып кетеді. Скорпион Кингтің өлімімен пирамида мен оазис құлдырай бастайды. Хотеп Рик сияқты үлкен үңгірдің үстінде үлулі қалады. Әйелін жоғалтуға қорқып, Эвелин бар күшін жинап, оны құтқаруға ұмтылады. Ол оны қуысқа құлаудан тартып алады. Мұндай батыл махаббат пен құрбандықты көріп әсерленеді. Хотеп Аунг Сун Аммуннан көмек сұрайды,
бірақ ол оны тастап кетеді. Барлығын жоғалтқанын түсінген ол өз еркімен төменгі әлемге құлайды. Өзін құтқарып, ғибадатханадан қашуға тырысқан Аунг Сун Аммун шаяндарға толы бөлмеге тап болады. Жануарлар дереу оған шабуыл жасап, тірі қалуға мүмкіндік бермейді. Рик Эвелин, ұлы мен Джонатан пирамиданы тастап құтылып шығады. Қоршаған жер хаосқа толы, ғибадатхананың айналасы алып виргке айналып, бәрін жұтпақшы. Рик шыңға шығуды ұсынады, бірақ олар тұзақта екенін жақсы біледі. Кейін ғажайыппен дирижабльді жөндеп, отбасын құтқарады. Жартылай шыққанда, Джонатан пирамиданың шыңында үлкен асыл тасты көреді. Мүмкіндікті жібергісі келмей, оны ұстауға тырысады. Өмірін қатерге тігеді. Ғибадатхана мен оазис құм астына сіңіп кетеді. Артында тек шаң бұлттары қалады. Достары Иззиге құтқарғаны үшін ризашылықтарын білдіреді. Дирижабльдің ұшып кеткенін қарап тұрып, Артхат Байбит достарына құрметпен қоштасып, өздерінің меже жауынгерлеріне қайта оралады. Әйелін құшақтап, Рик оған сүйіспеншілігін айтады. Оны жоғалтып алудан қорқып, бұл ойды жек көреді. Ерлі зайыптылар терең сүйіседі, ал басқалары күліп көзін жұмады. Сен үшін не маңыздырақ, мыңдаған жылдар бойы жазылған тағдыр ма? Әлде өзіміздің таңдауымыз ба? Төменде пікірлерде бөліс, лайк бас, арнаға жазыл. Келесі видеоларда кездескенше.